Армысыздар, құрметті отандастар. 14 желтоқсан 2022 жыл сағат Астана уақытымен 19:33 кезекте бейне жазылып жатыр. Менде мынау Америкадан Мұхан інім қоңырау соғып, Шымкенттің бауырымыз біздің айтар сөзім бар дейді, Тереке, сол қостық енді қазір. Мұха, кеш жарық. Кеш жарық, ассалаумалейкум дер Ереке, қазақ елі деп ассалаумалейкум дейміз, сәлемімізді береміз. Алейкум ассалам. Қалайсыздар Америкада? Бәрі шүкір, аманшылық, қазақ бар жайлап жұмыс істеп жатырмыз, тіршілік. Ел сағынамыз, жылаймыз, қашан елге жетеміз, қашан жақсы болады бізде дегендей қылып. Сол Ереке. Біраз әңгімелері бар еді, өзіңіз айтатын болғанда мына тек қана эфирде ғана жағдайыңызды біліп, одан кейін барып сұрастыратын болдық, бұлайша да хабарласып көп, жағдайыңызды да сұрай алмаймыз даже. Солай Ереке. Дұрыс, енді сұрақтарыңыз, мен қазір, міне құрметті отандастар, Мұхан бірнеше жыл шетелде жүр, мына елде жұмыс жоқ. Кеше мен бір бейне көрсеттім ғой, қазақтың келешегі 3 жыл Кореяда жүріп, жаңағы үйге қайтып келе алмайды, бір кетсе, ана жақта заңсыз жүр, қайтып келсе, оны шектеу жасайды, кіргізбейді, сөйтіп 3 жыл жасырын заңды бұзып, солай жүріп, ақша тауып, сосын келіп балалармен құшақтасып жатыр. Мынау Мұхан одан асып кеткен бірінші жыл, Европада жүр, қазір Америкада соңғы уақыттары, сол жақта жаңағы машиналар бар, сол жаңағы автобизнес дейді, сол жұмыс жасап, тіршілік жасап. Енді елімізге осылай немқұрайлы емес, Мұхан қарап жүреді, неде мен каналға не қоям, бейне қоям, бізді қолдайды, басқаларды қолдап жатыр, жаңағы күрес жүрген азаматтарды. Ал Мұха, қандай не себеп болды, қоңырау соғып, не айтайын деп едің халыққа? Халыққа не айтқан бізде, халыққа барлық адамдар халыққа айтатын әңгімелерді айтып қойған Ереке. Мен просто өзім арманым, өзім мақсатым, бәрі ол мақсатқа, ол қанша айттық, не қылдық, жете алмадық та, жете алмаймыз ау деп ойлаймын Ереке. Сол менің бәрі білмеймін. Енді қалай айтсам, мен мына жерге прямо эфирге шыққанда да жаңағыда көзімде ойланып та шыққан жоқпын. Былайша өзім айтар әңгімелерімде көп не қыламын. Мен өзіңізді тұттым, не қылдым, Ереке деймін да, мен ойлап отырмын. Сіз елге қайтсаңыз деп отырмын. Болды менің арманым. Соны айтайын деген. Не қыласың Италияда? Если бала-шағам Италияда оқысын, жақсы десем, ұнаса жүре беріңіз сол жерде. Бірақ болмаса елге кеңіс Ереке. Ешкім сізді ұстамайды. Бәріміз тоқайып, жындыны ығына қойдық ғой, бәрі қуып жүр ғой, болды Ереке. Кеп ет жеңіз, сорпаны ішіңіз, қымыз бұйыртса қымыз ішіп, простой жігіт болып жүрген жігіт емессіз бе сізде? Елге қайтыңызшы, көніңізші. Болмайды. Қазақ көнбейді, мен көріп жүрмін, бәрін араласып сөйлестім, не қылдым. Ереке болмайды. Қайтесіз мейлі. Мейлі адам Мұхтар Әбіләзов ол күрескен бе? Ол жоқ болып кетті ма? Енді Сержанбек жүре берсін. Ол 10 жыл жүре ма, 20 жыл жүре ма, 30 жүре ма, 100 жыл жүре ма, оның өзінің белгісі. Ереке, менің арманым бар ғой, елге кеңісші. Ереке, менің арманым сол. Аға тұттым өзіңізді. Келіңіздер, қой бағарымыз, мал бағарымыз, егін егеріміз жүр. Бизнесмен де болмай қойып. Мақыл, кім жақсы? Тоқаев жақсы, мақыл. Шешеңіз кім? Назарбаев жақсы, мақыл жақсы деп жүре беріңізші. Вот Ереке, елге қайтыңызшы, өзіңіз қайтыңызшы. Мұхан, былай ғой. Менің арманым сол. Одан басқа невозможно. Мұхан, мінеке, өзің жәнеке ұсыныс жасап жатсың, былай қарастан құлақты кеседі, бірақ енді невозможно. Тыңдап ал, Мұхан. Ол не ғой, мысалы, мен ол жақтағы айтып жатсың, балып, бүйтіп болады, сөйтіп болады деп, мен көріп тұрмын ол жақта сен жұмыс жасалмайсың. Сен не ертеме сөзді бөлмеген дұрыс болады, Мұхан. Сен біраз жыл, қанша жыл болды сен? Қай жылда кеттің сен? Неге? Мен 10 жыл болды кеткеніме. Португалияда 5 жыл істегенмін. Бәрі әркімге жұмыс істеп жүрмін. Не, тыңда. Мынау елдегі ахуал, мынау қандай? Елдегі ахуал, мынау мафиялық мемлекет. Мафиозное государство дейді. Ол жаңағы сен Тоқаев жарайды, сен бар Тоқаевты мойында деп не деп тұрсың, сен бір зат түсін. Елде мен заңгермін, заңдарды жақсы меңгеремін. Елде біреуде жай былай жұмыс жасалмайды.
тек жаңағы коррупцияға нету керек, жаңағы прокурормен, жаңағы әкіммен солай байланысып, взятка беріп, жаңағы пара беріп, сөйтіп система ғана. Оның өзінде де сен бір күні бір торға түсуі мүмкін. Мысалы, анау кәдімгі мафиялық жаңағы мемлекет қызметтер сатылады, прокурордың қызметі, полицияның қызметі, соттың қызметі, акиматтың жаңағы пожарный инспектор, барлығы солай жаңағы совет одағы келген, ақшаға нетілген, ол жерде жұмыс жасалмайсың. Енді сен шет елде болдың, көрдің, мінекей бизнес жасабасың өзінше, сен бизнеспен жасабасың, ешкім сенмен шаруаң жоқ. Заңды бұзбасаң, бірге тонамасаң, ұрламасаң, сені ешкім, полиция, прокурор сенімен нетпейді. Ал ол жақта басқаша. Сен ол жерде бір тіршілік жасап жатсаң, саған олар қарайды, қой семіріп жатыр, күтеді, сосын жаңағы семіргеннен кейін бір торға түсіреді, қақпанға түсіреді, мінекей сол. Сол себеппен мына жүйемен күресемді шығып жатқаным ғой. Енді дұрыс көп тұрсың сен, мынау күрес созылып кетті, күрестің былай сәтті аяқталатын көрінбейтін сияқты көрініп тұр саған, мінекей мынау Мұхтарды мінекей торға түсіріп жатыр өздері. Қарасайшы қандай күштер жаңағындай қанша қаражат шығын жасатып, мінекей анау үнін өшіру үшін. Өзінше енді мінекей рахмет, көңілін былай көрсетіп, ереке аға деп сыйлап, осылай жақсы көріп, ниетін танытып жатсың ғой, осындай жаңағы елге қайт, тыныш қой деп. Енді мен жаңағы бір бейне жазғаным бар, қойдың ба жоқ па, мынау Серікжан жөнінде. Жоқ, қойған жоқпын әлі. Сонда мынау жалпы мысалы халық қалай бәрін жаңағы кінәлі есептегісі келеді, билік, не болмаса мынау ортада жүрген азаматтық қоғам мүшелері, сатқындар, жаңағы зиялылар. Шықпады емес, шықты ғой кезінде зиялылар. Сол Алтынбек Сәрсенбаев болсын, Заманбек болсын, басқалары халық немқұрайлы болып отырды. Шүрес жоқ, қолдаған жоқ. Мысалы сол Пашинянның артына сияқты, Саакашвилидің артына сияқты, анау қырғыздардың артына сияқты біздің халық тұрған емес. Сөйтіп халық сондай немқұрайлы. Енді қазір мысалы сол зиялылардың сатылып атқандардың да себебі бір-біріне байланысты. Мынау шығады біреулері күреседі, сосын жаңағы биліктен қысым көрсетіледі, ұлттық қауіпсіздік комитеттен келеді, акиматтан келеді, саған не артық керек па? Мынау жарайды, саған берейік, мына сүйекті тыныш отыр, болмаса сындырамыз дейді. Ешкім саған жақтаспайды. Кезінде Арон Атабекті соттағанда біреу болысты ма? Ешкім болысқан жоқ. Міне, енді әрине мен бәрін түсініп тұрмын, бұны таразға салып тұрмын, қалай болса да мынау рахмет, мынау кеңес беріп жатқанда, бірақ мен күресемін, үміт бар, үмітсіз шайтан. Неше жылға дейін күресесің, мақұлды сатышы, ереке бәрінен мақұлды, қанша жыл күресесің, до конца қазақ түсінбейді, қазақтың басына ыстық су құя берсе жаға бере ма, сондай бола береді. Мен де өзім байқап жатырмын ғой, жоқ. Тоқаевты мынандай деп жүргендер бар. Назарбаевты айтқан, Назарбаев жақсы, Тоқаевтың киген жаман болып тұр жүргендердің бәрі 100% почти. Кеше бетті, мен просто жаман қапа болатын ғой мейлі. Кеше мұна Астананың атын Тоқаев президент боламын деп, президент болды. Мұна Астананың атын Назарбаев қыламыз дегенде бар ғой, Северный Корея болып, ура деп қол қақты бәрі бүкілі. Ол жерде жайлап бір отыр қол қаққан адамды көрмедім да. Ядерный бомбамен жарып та жібердіңдер, сол жерде бар ғой негізі. Одан кейін 3 жыл өтті ма, енді Нұрсұлтанның атын кім деп қоямыз деп, ойбай Астана деп қоямыз деп, өмір сондай. Ереке, білмеймін мен. Бұл қазақты бар ғой, бұл адам айтады ғой. Кеше Сержан Біләштің көп әңгімелеріне қосыламын, неғылам ғой, ерем ғой. Бұл қазақты құдай ұрып қойған ба, азап ұрып қойған ба дейді, ана мынау. Неге дейді, жаңағыдай қалай енді солай енді білмеймін, ереке бар ғой, білмеймін, қазақ болмайды, серуна, болмайды, ереке. Осы пока күресем дегенше бар ғой, сіздің жасыңыз нешке келетін білмеймін. Мақыл деп бұл жерде өтіп күресе берейік, келе салыңызшы елге. Өзен неге қайтпайсың, сен Америкада жүрсің ғой, Мұқан. Мен де ертең келем, мен Америка, маған ол жердің наны, тамақ, ет, бәрі ұнамайды, маған өз ел ұнайды. Біздің Қазақстанда ел жоқ, мемлекетте жер жоқ, қыздарындай қыздар жоқ, еркектерінде еркегі жоқ. Сол сөйтеміз ереке, бұл болмайды, ана мынау көресем, ол дафига жыл өтіп кетеді. Мақыл, былай өзіңіз жөтеліп жүрсіз, ана мынау үй суық деп атсыз, ана мынау деп атсыз. Ода если менің осы маған Италия ұнайды, бала шағам итальянша өмір сүреді десеңіз бар ғой,
Италия, сіз енді итальянша өмір сүру жақсы болады, маған осы өмір десе, сіз Италияда қалай беріңіз болды. Келем десеңіз, келіңіз елге. Бәріне бағыныңыз да, кім жақсы, Тоқаев жақсы, молодец. Былайша бәрі жазып отыр ғой, Тоқаев жаман дейді, бірақ ана Назарбаевты жаман дейді. Бірінші бірақ осы эфирде айтқан, Назарбаев қалмақ деп айтқан прямо эфир. Оның соңын тұрам, бірақ эфирде олай айтқан емес ереге. Түсінді ме? Мұқан, ойын түсінікті. Сол айтпақшы, давай, ереге. Міне, ойын түсінікті, бұны қайталай берген қажет жоқ. Бұл жерде былай ғой. Сен адам өзі өзін қабылдайтын шешімдерін жаңағы қандай нәтиже беретінін алдын ала болжам жасау керек, мысалы. Ақылды адам сөйтеді, иә. Мен бұл жерде қалай болса да мынау былай көрініс саған ана жақтан болып тұрса, жаңағы Тоқаевты қолдап жатыр деп, иә, ол басқаша. Тоқаевты қолдап отқан өзі жаңағы Назарбаевтың өздерін былай номенклатура дейді, өздері бар жаңағы Нұр-Отан. Иә, олар бұрын КПСС болды, кейін Нұр-Отан, Азаманат дейді. Сөйтіп бұлар өзі жаңағы номенклатура дейді. Иә, шиновниктер, енді жалпы бұлар 100 мыңдай дейік, иә. Ал мынау ең басты бір 2-3 мың бар шығар, шиновниктер, жоғары лауазым қызметкерлер, олар өздеріне коммунизм салды, иә. Олар осы жүйені сақтап тұруға жаңағы тырысады. Жаңағы Астанада коммунизм салды, кәдімгі бәрі тегін, ғимараттар, офистер, жаңағы нелері, өздерінің жеке больница. Бірде дамыған мемлекетте, бірде ондай жоқ, жеке больница ұстап тұратын жаңағында жоғары деңгейлі аурухана, мінекей емхана. Астанадағы мен білем ғой, мысалы Алматыда Самин больницасын көрдім мен, ауруханасын, қандай жоғары деңгейлер, олардың дәрігерлер де жоғары деңгей. Ал одан атырып Астанада салды управление делами президент деп, онда мондай құрал жабдық мынау Европада, Израильде жоқ. Израильде, Европада дәрігерлер бар, бірақ бізде дәрігерлер де ең биік деңгейлі жаңағы солардың коммунизм жасады бұлар өздеріне. Бірақ мен басқанды көріп тұрмын, Мұқан, ол деген жаңағы сен мінекей ойбай бәрі қолдап жатыр, жаңағы құламайды деп, ол көрініс. Ол болды 1989 жылы, анау Совет одағы бір түсінік бар. Сен енді былай біраз оқыдың ғой, білімдісің, колосс на глиняных ногах деген бар, былай үлкен құбылыс, СССР, күшті, қуатты, бірақ оның аяғы балшықтан жасалған. Ол бір, ал сол СССР келетін болсақ, сол жаңағы Американда бір шайқатта құлап кетті. Қазір американдар, Ұлыбритандар Путинді шайқап жатыр. Ал Путин, мына Тоқаевтың жаңағы қожайыны, Путин жығылады, әрі кетсе бір 9 айдың ішінде, әрі кетсе, мен есебім бойынша қазір. Сөйтіп, мына жүйені жығылады. Сондықтан, мінекей қанша еңбек жасалды, адамдар қанша жасады, белсенділер, бұл жерде тоқтатуға болмайды. Керісінше, жаңағы мінекей түсіндіріп жатырмын, жаңағы бейне жазып жатырмын, тағы достар, мынау басты мәселе сіздер халық түсіну керек, сенің жауың кім? Адамдар ойлайды, жаңағы ойбай Шалкет, Назарбаев қой деп, мен айттым, жоқ, олай емес. 2018 жылы алаңға қалай шықты, мен сонда айттым. Біздің жауымыз Кремль, біз соның ықпалынан әлі шыққан жоқпыз. Біз сол уақытта Ресейде 85 субъект федерация болды, жаңағы облыс аймақтары. Біз солардың 86-шы дедім, де юре біз тәуелсіздік мемлекет, біз тәуелсіздік алған, ал де факто біз сол Ресейдің колониясымыз. Міне сол маусым айында мен үндеу жасадым ғой, еркін қазақ ұлттық азаттық қозғалысын аштым, халқым турнасына жиналыңдар. 100 мың адам жиналайық та Ақордаға барып, ешқандай митингтер жоқ, қопарайық та революция жасап, билікті алайық деп. Мені түсінген жоқ адамдар. Қайдағы ұлттық азаттық қозғалыс, қашанда бізде 28 жыл азаттықта Қазақстан Республикасы деп неге. Ал енді қаңтардан кейін, қаңтар оқиғасынан кейін түсінуге тиісті адамдар. Сөйтіп қазір мінекей жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жыл не алып келеді? Ең бірінші, жаңа жыл баға көтеріледі. Мінекей. Баға нақты көтеріледі. Сөйтіп халық жағдайы тағы да қиындайды. Халық сосын наразы іздейді. Осы жерде мінекей туы, халық таңдау партияның туы жалбырап тұр керек те, мінекей ту көтерілді. Халық таңдау партия, мынау еркін қазақ ұлттық азаттық қозғалысы, міне екеуі бір идеологиясы, мінекей. Осыны біз түсіну керек те. Мен осыны бәрі көріп тұрып, жұмысты осыған жоспарлап жатырмын. Мақұл, мінекей 14 минут эфирдеміз. Мұқан, аяқтасақ болады. Айтар сөзің болса қосып жер.
Ереке, мына айтқан сөзіңіздің бәрі дұрыс, бәрі әңгіменің бәрін тыңдап отырмын, бірақ оны қазақ бар ғой, оны тыңдайтын қазақ болмайды ау дедім. Мен просто елге келсе әйтеуір қаранан жеп, әйтеуір етке қойып, әйтеуір жылынып, елді кетсін деген едім. Күрессеңіз де осы жерде бәрі Тоқаев жаман паман деп жүру ғой. Мен де сөйтіп жүре берсінші деп едім, өтірік сыртынан күліп деп қойып. Ереке, енді білмеймін, қай жылға дейін отырасыз сол жерде, Ереке, айтшы. Мұқан, қараш, мынау Путин кеше ғана құдай болып жүрген, кәдімгі құдай. Сол өзі кәдір білмейді, оның тағдыры немен аяқталады, қашан аяқталады. Мысалы, қызық. Кәдір осындай процесстер жүріп жатыр. Ал Тоқаев ол ешкім емес, ол жаңағы жай пешка. Мына ойында, үлкен ойында. Ол үлкен ойын жүріп жатыр кәдір. Америка, Ұлыбритания. Мұқан, сенде бір жаман бір қасиет бар, сөзді бөле бересің. Тыңда. Үлкен саяси ойын жүріп жатыр кәдір. Америка құрама штаттары, Ұлыбритания және Ресеймен арасында. Мінекей. Екі жаңағы Америка және Ұлыбритания және мынау кіммен Ресеймен. Бұл күрес аяқталады, мынау түбіне жетеді олар. Мінекей. Сол жерде жаңағы біз өзіміздің жұмысымызды жүргізу керек, осыны түсініп бәрін таразыға салып, ақылмен. Ең басты халықты ағартып, мінекей бір саяси күшті құруымыз керек, партия дайын болу керек. Бұл жүйе құлайды түбі бәрібір. Мақұл, жақсы, Мұқан. Рахмет. Мінекей, енді ойымызды жеткіздік. Жақсы болғанда сол берілген, сол өзіңізге рахмет әйтеуір, сол менде сол біраз әңгімелер бар еді, Ерек айналайын, білмеймін де сол шетте жүрген соң мен сізге жанымды ашып қойып елге келіп, мақыл сырттан мақыл деп жаңа жыңғылына қу деп сіздер тірлігіңізді осы жерде жайлап айналдырып жүре беріп, бұл қазақтың тәтті нанындай нан жоқ, қазақтың жерінде жақсы жер жоқ. Оның бәрін көрдік, не қылдық, біле осы жерде кесін деп отырмын да сізді, білмеймін, өзім жақсы отырып, әйтеуір тірлік, әйтеуір анамна табылады, мына жерінде әйтеуір жайлап күресек те. Бәрі енді қолдап жатқандар бар ғой, бұл қанша уақытқа созылады, бұл өйткені бұл тамырды алып кету өте қиын да өте қиын. Өте қиын. Енді сізге өзінің ойларыңыз бар шығар. Мұқан, қараш, тыңдашы, Мұқан, сабыр ет. Міне, кеше 24 ақпан күні Путин жаңағы қасындағы сыбайластармен Украинаның 3 күнде басып аламыз деп басынып отқанда, мінекей, 3 күн түгілі, міне көрдің ғой, қанша уақыт, қазір сұрақ басқаша тұр. Путинді Гаагаға алып барып асып қоя ма, әлде Путин жаңағы қасындағы қасқырлар оның жаңағы басын жарып өлтіре ма, әлде дәрі беріп өлтіре ма, мінекей, варианттар көп емес. Кеше құдай болып тұрған, бүкіл жаңағы дүние жүзін сілкіндіріп тұрған азамат осындай сұрақтармен бас қатып отыр. Сондықтан бұл жерде алаңдап қорқып керек жоқ. Мен бұның бәрін таразыға салып тұрмын, өз жұмысымды жүргізіп тұрамын. Қалай болса халқым өзгеріс қаласан, халық таңдау партияның туы көтерілді, қатарына қосылыңдар, бірге күресейік, қазақ мүдделерін сақтап қалайық. Жаса қазақ, еркін қазақ. Жаса қазақ, айналайын, еркін қазақ, жаса қазақ, сол